Қайырлы күн. Қазір 1 минут уақытымыз бар. Бұл эфирге аса бір ыждахаттық танытып, осы сұхбаттан өздеріңізге керек ақпаратты алса екен деймін. Себебі бұл сіз бен бізге жалпы қажетті ақпараттар айтылатын эфир. Мен қазір мықты кісіні қосамын сіздерге. Ол кісі өз ісіңді тап деген әдістеменің авторы, қаржылық сауаттылық эксперті және идеяңызды жүзеге асыруға бірден бір көмектесетін кісі осы кісі. Саламатсыз ба, қалай? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Енді мен бәріне айтып жатырмын. Эфирге көбірек қосылсаңыздар екен. Себебі бұл Инстаграмда уақытын босқа кетіретін әлеуметтік желіде. Содан кейін ертең зыр ете қалған уақыттың айтады ғой, қадірін білмей, не істерлерін білмей жүрген адамдарға өте қажетті эфир болады бұл. Және жұлдыздардың парақшасын босқа парақтағанды қойыңыздар. Өйткені бұл карантин қазір сіз бен бізге беріліп жатқан өте үлкен мүмкіндік, оны дұрыс пайдалансақ, ертең жақсы болады бәрі, иә? Солай емес пе? Иә. Сіз айтсаңыз, енді қаржылық сауаттылық жайында екінің бірі білмейді бәрібір. Біз ақшаны дұрыс жұмсай алмаймыз. Уақытты дұрыс үнемдей алмаймыз. Содан кейін қандай сылтау айтамыз? Уақыт жоқ деген сылтау айтамыз. Қандай сылтау айтамыз? Ақша жоқ деген сылтау айтамыз, е? Осындай сылтаулар айтпас үшін Жеңіс мырза, не істеуіміз керек? Енді қазір бағанаға бастаған өзіңіздің бірінші сөзіңізді жалғастырып алып кетейін ары қарай. Мынау информацияға байланысты ең бірінші нәрсе сол ғой. Біздерде көбіне адамдарға айтып отырмыз ғой, өзіңнің қолыңдағы мынау қаржыңның да көлемі сенің айналаңдағы араласып жүрген адамдарыңа байланысты деп айтамыз да. Сол кезде екінші ортаңды өзгерт деген нәрсені айтып беретін едік қой. Бірақ енді қазіргі уақытта адамның ортасы адамдар ойлауы мүмкін, бірге жүрген, бірге жаңа шай ішіп жүрген деп айтып ойлауы мүмкін. Бірақ қазіргі орта өздеріңіз көріп отырғандай, біздің мынау әлеуметтік желіде кіммен араласамыз, кімдерге подписанбыз, кімдерге жазылғанбыз, кімдердің информациясын қарап жатырмыз, солар біздің ортамыз болып қалыптасып кетті енді. Енді біз айтамыз, енді ортаны қалай тазарту керек? Мынау неше түрлі вирустарды айтып жатыр ғой, адамның денесінде болатын вирустар айтып жатыр. Біздер көбіне айтамыз, мынау информацияның вирусы өте қауіпті негізінде. Сондықтан инфодиета деген нәрсеге отыру керек қазір. Мынау Шыңғыс Айтматов. Күшті, осыны жақсылап тұрып түсіндірсеңіз. Тек қана дене диетасы емес, қатып жатыр деп жатыр. Дыбысты реттеп алайықшы, дауыс естіліп тұр ма барлықтарыңызға? Қазір кейінгі кезде осындай проблема болып жатыр, интернетке деген бұл нагрузка көп түсіп жатыр ау деймін жалпы, иә? Дауыс қалай болып жатыр? Дауыс жақсы шығып жатқан болса, плюс белгісін қоя салыңыздар. Егер біреулерде қатпай жақсы болатын болса, онда әркімнің өзінің телефондарында болуы мүмкін кейбіреулерінде. Дауыс дұрыс ау деймін, естіліп тұр дейді. Олай болса мен комментарийді өшірейін. Иә, сөйтіп қоя. Соңына қарай қосамыз. Жаңа диетадан бастап айтамыз. Инфодиета деп айтамыз. Өйткені мынау Шыңғыс Айтматов деген біздің үлкен бір бабамыз бар, сол айтатын сияқты. Адамның дейді асқазаны миына қарағанда жақсырақ дейді. Адамның асқазаны дейді кейбір нәрсені жеген кезде ұнатпайтын нәрсесі болса құсып тастайды дейді. Ал адамның миы дейді не болса соны қабылдай береді дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан мынау асқазандағы диетаны көбіне ұстаймыз ғой, бірақ біздің басымызда болып жатыр да бәленің бәрі негізінде. Енді бұрын бір сөз айтатын еді, информирован вооружен деген сөз бар ғой. Мен қазір бір өзім ойланып отырып, бір сөзді ауыстырдым. Информирован заражен деген пайда болды қазір. Жан жақтан қаншама информация келгеннен, оның ішінде қайсы дұрыс емес болған бәрін қабылдай береміз да негізінде. Енді бұл жерде не істеу керек? Еш нәрсе қарамау керек деп айта алмаймыз ғой. Өйткені адам болғаннан кейін осы өмір сүруге болмайды. Бірақ не істеуіміз керекпіз? Біз өзіміздің интерден өткізуіміз керекпіз. Қандай нәрсе келіп жатыр бізге? Мысалға айтайық, кез келген қораптың ішіне
бір алмаз деген нәрсені өзіңіздің алдыңызға салып қойсаңыз, ол шкатулка деп аталады. Ал бірақ оның ішіне бананның қабығын, әр нәрсенің қабығын салатын болсақ, ол уже не болады, мусорный негізінде. Сол сияқты адамның өзі дейді, адам өзінің ішіне не сақтап жүрсе, сол болады екен. Біз қазір мусорный бак болып жүрміз ба, әлде біз жаңағы алтын сақтайтын, қазына сақтап жүрген шкатулка болып жүрміз ба, ол біздің не жинағанымызға байланысты екен да. Мынау біздің Абай атамыз айтпайды ма? Адам бір боқ көтерген боқтың қабы деп айтқан себебі, қазір енді шыныменен де сондай болып қалды. Өйткені мынау сырттан келіп жатқан информацияның барлығы таза деп айта алмаймыз. Сондықтан инфодиетаға өту керек. Бұл ең бірінші мәселе, өзіңіз мысалға бүгін отырып, барлық өзіңіздің кімге подписансыз. Жалпы былай ғой, өзіңнің қалаған өмірің, мысалға кім болғың келеді? Мысалға мен айтайын, мен бір әйгілі, бір әлемге жақсылық беретін тренер болғым келетін болса, онда менің подписка жасаған адамдарым соған қатысы бар болу керек та негізінде. Ал егер соның ішінде бір қалжың айтатын, сайқы мазақ сияқты біреулер отыратын болса, оның менің болашақтағы болғым келген мақсатыма ешқандай қатысы жоқ болғаннан кейін, оны маған өшіру керек болады да, көрдіңіз ба? Сол сияқты ортаны өзгерту деген сол екен. Жеңіс мырза, былай айтайықшы, бізге енді нақты нұсқаулар беру керек, я, біздің көрермендерімізге, оқырмандарымызға, себебі бәрінің де мықты тұлға болғаны бізге қажет, қазақтың өскені бізге қажет қой. Сондықтан да, мысалы қараңыз, осы карантин уақытында бізге берілген мүмкіндік деп қарастырайық деп отырмыз ғой. Осы уақытта жаңа сіз айтқан инфодиетадан бастасақ, өзімізге қойған мақсатымызға қарай қажетті адамдарды ғана қалдырсақ, әлеуметтік желіде, я, соны бірінші жұмыс сол делік, тазаласақ. Одан кейін мақсатты айқындау керек қой. Сіз осы мықты кәсіпкер болсын ол, я, жаңа идея болса болды, оны жүзеге асыруға қолдау көрсетем деп айтып жүрсіз ғой. Бізге жақсы осы карантиннен кейін жұмыссыз қалған жандарды алға ілгерілету үшін көмектесуіміз керек, я? Олар мүмкін жақсы кәсіпкер болып кетуі мүмкін, басқа кәсіпті таңдауы мүмкін, басқа мақсат қою мүмкін деген сияқты ғой. Сондықтан сіз жаңағыдай негізгі нәрселерді айтсаңыз, мынаны істеңіз, мынадан бас тартыңыз деген сияқты. Өзіңіздің кеңестеріңізде тегін түрде бүгін біздің оқырмандарымыз үшін. Түсінікті болды. Енді мен қаржылық сауаттылықтан эксперт болғаннан кейін қаржы айналып келгенде кәсіппен жарытпай қоймайды негізінде. Бірақ енді мен қазір өзім тағы да бір хабарландырып айтып кетейін, мына өз ісімді кітабымды жазған едім негізінде. Бұл кітаптың ішінде не болып жатыр? Бұның ішінде қазіргі кризис уақытына байланысты әр адамдар өзін таба алмай жүргендер бар. Неге? Бұл неден басталды негізінде? Ең басында біздерге, біздің менталитетіміз бойынша біздер бір затты, бір мамандықты таңдаған кезде көбіне өзіміздің істегіміз келген мамандықты таңдамайды екенбіз. Біздер өзіміздің ата-анамыздың немесе тума туысымыздың, айналамыздағы адамдардың демеуімен, солардың айтуымен барады екенбіз. Және біздерге кішкентай кезімізде не деп айтады? Сен осындай боласың деп айтпайды, сен осындайға жақсысың ғой деп айтады негізінде. Негізінде айналып қарағанда, сен өскен кезде шынымен де өзіңнің әке-шешеңнің жаңағы несін қимай, оның жаңағы айтқан сөздерін қимай, сөйтіп сен өзің бір маман болып кетеді екенсің. Жақсы, енді осы уақытта бір маман болып кеттік, бірақ көбісі айтады, мен врач болуым керек еді, бірақ мен мұғалім болып кеттім дейді. Бір адам айтады, мұғалім болуым керек еді, негізінде мен врач болып кеттім дейді. Не үшін десе, мына ата-анам айтты деген сияқты болады. Жақсы, енді қазір мындай гибкий болу керек. Мына заманда гибкий болу керек. Бір нәрсені басын ұстап алу керек емес. Бизнес жасау деген сөз ол үлкен завод ашу емес негізінде. Бизнес ашу деген сөз не ол? Әркімнің проблемасын көре білу. Қазір кризис уақытында қандай проблема көріп жатырмыз адамдардың бойында? Мысалға, айтайық, біреудің шашын алу проблема болып жатыр, қазір шашы өсіп кетті деген сияқты. Осы кезде жаңағыдай продуктлерді тасу деген сияқты нәрсе болды мысалға. Мен енді біраз идеяларды жазып қойдым негізі осы кризиске байланысты. Кейбіреулермен бөлісейін, оның бәрін айтып отыруға уақыт жетпей қалуы мүмкін. Мысалға айтайық, қазір адамдар қорқып қалды. Мысалға сіз өзіңіз фрукт алғыңыз келетін болса, сіз далада тұрған фруктыны алуға қорқасыз ғой қазір. Адамдар қорқыныш пайда. Енді не істеуге болады? Сіз сол фруктыны тазартып, андай вакуумный жаңағыдай неге сығып алып, мысалға, соны жуып тазартып, әлде қайда көп қымбат бағамен сатуға болады. Бірақ айтуы мүмкін,
қымбат бағамен сатайын десең, адамдарда ақша жоқ қой деген әңгіме бар, дұрыс па қазір? Қараңыз, қаяқтан шығып жатыр? Осы жерде біз өзіміздің мынау санамызды өзгертуіміз керекпіз. Негізінде ақша жоқ қой деген сөз негізінде бұл бағанағы информацияны берілгені бізге. Бізге информация беріліп жатыр. Халықта ақша жоқ, халықта ақша жоқ деп беріліп жатыр ғой, дұрыс па? Сол информацияны ести бергеннен біз действительно ойлап қаламыз, что біздің айналамызда адамдарда ақша жоқ деп ойлап қаламыз. Ондай ой болмасын. Мен қазір сіздерді бір жақсы шақырып келіп отыр. Ақша жоқ емес, ақша біреулерде ол. Біреулердің қолында. Ақша еріп кеткен жоқ, немесе суға батып кеткен жоқ. Ол просто біреудің қолына көшті. Енді осы жерде сегмент деген нәрсе бар, сегмент деген нәрсе. Жоғарғы слойдағы адамдар, орта слойдағы адамдар және төмен слойдағы адамдар болып бөлінеді. Бәрібір ана қалтасындағы табысына байланысты бөлінеді. Енді қазіргі уақытта жоғарғы слойдағы адамдарға қызмет көрсетіп үйрену керек. Біз қазір айтайық, төмен слойдағы адамдар, төмен деген сөз, төмен жалақы алатын адамдар постоянно неге қарайды? Бағаға қарайды. Заттың бағасына қарайды олар. Олар постоянно арзан болу керек олар үшін. Сіз олармен жұмыс істемей тұра тұрыңыз. Өйткені сіз ол кезде төмен бағамен сату керек болады. Орта бойлы адамдар, жаңағы орта айлық алатын адамдар, олар көбіне качествоға қарайды, сапаға қарайды. Енді білмеймін, сіздің товарыңыз сапалы бола ма, болмай ма, ол екінші вопрос. Үшіншісі мынау жоғарғы класстағы адамдар, ақшалары бар адамдар, олар постоянно неге тазалыққа, сервиске қарайды, сервис. Осы уақытта сервис жасап үйрену керек уже. Сервис деген не ол? Сервис деген қазақша айтқанда қамқорлық көрсету. Қазір қамқорлық көрсету деген нәрсемен айналысу керек. Қазір көп адамдар қамқорлыққа мұқтаж болып жатыр. Ақшасы бар, қамқорлық көрсетсең, несиеде алып береді. Қазір айтады ғана Макдональдста, үйіңізде отырыңыз, біз өзіміз алып келеміз сізге дейді. Каспий KZ сияқты, біз сіз үшін не істей аламыз деп. Иә, көрдіңіз ба? Қазір қамқорлыққа көрсету. Ал қамқорлықты кімдер алады? Ақшасы барлар алады. Түсіндіңіз ба? Сондықтан постоянно жоғарғы слойға жұмыс жасап үйрену керек негізінде. Енді қараңызшы, айтып жатыр ғой енді, көп айтады, ақша жоқ дейді, иә? Мынау мемлекет маған не береді, үкімет қайда қарап отыр, мені асырасын, берсін деген немен мына 42.500-дің жыры әлі бітпей жатыр. Өзі әлеуметтік желіні ашып қалсаң көз алдынан атып шығады сол 42.500. Ол берілмесе не істер еді деймін да, халық нені жер еді, не істер еді. Мысалы, осындай біреуге деген тәуелділіктен арылу керек. Қазір адамдар өз бетімен жұмыс істеп, өзін толыққанды тұлға ретінде қалыптастыру керек. Бірақ ақшасы жоқ, идеясы бар. Не істеу керек? Жақсы. Ең бірінші нәрсе мынаны еске сақтап алыңыздар. Жалпы мына жерде отырған кезде қағазға жазып алсаңыздар жақсы болады. Өйткені айтқан әңгіме айтылып кетуі мүмкін. Жауапкершілік деген нәрсе бар. Жақсы, жауапкершілік деген нәрсені көп естіп жүрміз әр жерден. Мен жауап беремін, мен өзім үшін өзімнің өміріме жауаптымын деген сияқты әңгімелер, әдемі әңгімелер бар. Бірақ бұл жердегі айтайын деп тұрған жауапкершілік шынымен де менен зависит, былай айтқанда, менен тәуелді болған нәрсенің барлығын істедім ба деген нәрсе сұрақ қою керек. Мысалға айтайық, акимат қаяққа қарап отыр, неге аналар бермейді деген сияқты сөздерді айтпастан бұрын, мен өзімнің қолымдағы барлық ресурстарды, қолымнан келетін барлық заттардың барлығын жұмсап, яғни мен күшімді барынша жұмсап, өз жағымнан жұмсадым ба деген сияқты нәрсені көбірек сұрақ қою керек өзіңе. Түсіндің ме? Мысалға бізде бұндай нәрсе бар, шүкіршілік деген нәрсе бар да, көбіне адамдар шүкіршілік деген нәрсені өзінің жалқаулығын жабу деген нәрсемен қойып қойған. Шүкіршілік деген нәрсе қай уақытта болу керек? Шүкіршілік деген нәрсе, егер сен толық өзіңнің уақытыңды пайдаланып, күшіңді пайдаланып, өзіңнің былай айтқанда басындағы біліміңді пайдаландың да, енді содан кейін түскен ақшаға аз болып қалса, енді осы бергені Құдайдың осы ғой деп айтсаң болады негізі. Ал егер сен үйде обедке дейін ұйықтайтын болсаң, кітапты оқымайтын болсаң, білім алмайтын болсаң, шығып бір нәрселерді жасамайтын болсаң, бірақ отырып қолыңды жайып сұра беретін болсаң, ол шүкірлік емес ол. Ол жалқаулықты просто өзіңнің әрекетсіздігіңді жалқаулықпен жабу тек қана. Мысалға айтайық, сен КамАЗ сатып алдың дейді, КамАЗ. 20 тонны көтеретін КамАЗды сатып алдың. Бірақ сен олмен 5 тонны ғана тасып жүрсің. Біреу айтады ғой, неге сен тағы да 15 сияды ғой анаң үшін, неге десе, осымен шүкір десең, онда сен ол КамАЗды несе жатқан жоқсың, полностью пайдаланып жатқан жоқсың. Тап сол сияқты бізге берген энергия бар, бізге берген қабілет бар. Біз аша алмай жатырмыз сол қабілеттерді.
түсінікті ма? Сондықтан да мынау айтады ғой, мен осы жерде айтып кетейін, ең жақсы халық қайыршысы жоқ халық дейді негізі. Қазір адамдар мақтанып жатыр. Бәрі, мен ана жерге қайырымдылық беріп жатырмын, мен ана жерге беріп жатырмын дейді. Мына дәулеттің өзінде білесіздер ғой, қаншама жұма, қайырымды жұма деген нәрселерді беріп жатыр. Жақсы сияқты, сыртынан көргенде жақсы енді былай айтқанда. Бірақ біз халықты жаман үйретіп жатырмыз, білесіздер ме? Жаман үйретіп жатырмыз. Біздің халық уже беретін адамдар бар екен ғой деп, енді қолын жайып күтіп отыр енді, маған да бер деп. Көрдіңіз ба? Потому что бізде беретін адамдар бар. Егер саған қиналған уақытта қол ұшын бере беретін адам болса, біз инвалид қыламыз ғой. Бізге менің наставнигім айтады, сен еш уақытта ақшаң болып тұрса да дейді, өзіңнің ағаң болсын, өзіңнің інің болсын, тума туыстарыңа просто ақша берме дейді. Сен оларды инвалид қылып жатсың дейді. Мынау баланың өзінде солай қыламыз біздер. Мына кокон деген нәрсені бәріміз айтып жүрміз ғой. Кокон деген нәрсе бар, ішінде жаңағы көбелек личинка болған кезде өзі шығу керек былай тырпынып. Ал біреу аяқ оны сыртынан бүйтіп тіріп жүріп беретін болса, ол көбелек ұша алмайтын көбелек, инвалид көбелек болады дейді былай айтқанда, өліп қалады. Өзі денесі қатпаған. Тап сол сияқты ол балаға да қатысты сондай. Баланы қазірден бастап аузына сала берсең, бере берсең, ол ертең не болып шығады? Жұмысқа жарамсыз адам болып шығады. Халықта сондай болып кетті. Біз халыққа өзіне бір жұмыс беріп жатқан жоқпыз, өзіне бір талпыну үшін бір нәрсе беріп жатқан жоқпыз, білім беріп жатқан жоқпыз, бірақ продукт апарып бере береміз. Бұның арты жақсылыққа бармайды. Бұл қайырымдылық болғанмен де қазір, ертең ол масылдық деген нәрсеге барады. Біз өйстіп, өзіміздің халқымызды құртып алуымыз мүмкін. Жоқ, мен айтам, кәсіпкерлерге де айтам. Қолдан келсе, олардың ақшаң болса қабыл емес, оларға курс сатып беріңдер. Мынандай, мысалға, тігін курсын оқысы келіп жүр ма, соған оқытуға ақша беріп, соны оқытыңдар. Анау жаңағы не екен, пельмен жасайтын ба, әркім бір нәрсе үйренгісі келіп жүр, қазір бәрі бір нәрсе істейді деген жүрген адамдар бар. Соларға курс сатып беріңдер, оларға оқытуға шок болатын. Көрдіңіз ба? Сондықтан дейді ғой, бір жақсы сөз бар ғой, не дейді, балық сатып берме, қармақ сатып бер дейді ғой. Бұл сөз әлі де түбіне дейін барған сөз емес. Қармақ сатып бергеннің ештеңе емес. Қармақты, балықты аулауды үйрету керек оған. Қармақты сатып бергеннен не керек? Ол әрі қарай істемесе, аулауды білмесе. Сондықтан қазір бізге білім көбірек керек болып тұр. Ал қаржылық сауаттылық деген не ол? Қаржылық сауаттылық деген сөз екі-ақ сөзден құралатын нәрсе. Владение и пользование дейді. Яғни меншіктеу және оны пайдалану. Біз меншіктей алады екенбіз да, бірақ пайдалана алмайды екенбіз. Немесе біз пайдалана алады екенбіз да, меншіктей алмайды екенбіз. Осы екі проблема. Неге? Өйткені, біз дүниені жинай береміз, оны қимай ұстап отыра береміз. Немесе дүниені жинай алмаймыз да, бірден жұмсап жібереді екенбіз. Осы екі арада проблема негізінде. Ысырапшылдық деген нәрсе бар бізде. Сондықтан, керек емес заттарды алу деген сияқты. Біз білмейміз. Біз кейбір уақыттары керек емес зат болса да арзан болған үшін ала береміз. Проблема осы жерде. Айтайын ба, кедей саналы адамдар деген бар, бай саналы адамдар деген бар. Кедей бай деген емес, кедей саналы, бай саналы деген. Екеуінің проблемасы қандай? Кедей саналы адамдар үйлеріне шоқпыттарды жинай береді. Шоқпыт дейді ғой мынау. Хлам дейді ма, хламдарды жинай береді. Неге? Керек болып қалады, керек болып қалады деп ала береді. Көрдіңіз ба? Ол керек болған үшін емес. Ана дүниені жинағаннан удовольствие алады екен. Сондықтан да керек емес заттарды жинай беретін сондықтан. Жоқ, ақшаны табу проблема емес қазіргі уақытта. Ақшаны сақтау проблема болып тұр. Біріншіден. Ал енді ол ақшаны сақтау ғана қою керек емес, оны сақтап көбейту жолдарын істеу керек. Ал көбейту деген сөз не ол? Біреулермен қосылу, және идеясы бар адамдарға ақша беру, ақшасы бар адамдарға идея беру деген сияқты. Сіздің басыңызда қазіргі заманда не идея болу керек, не ақша болу керек. Екеуінің біреуі болмаса, онда қазір қиындау. Кәсіпті жасау керек бәрібір. Капитализация кетіп бара жатыр, капитализация. Бұрынғы білім қазір жарамайды. Мынау мамонт деген нәрсе бар ғой, мамонт деген өзі бір дәуірден екінші дәуірге өтпей қалған не ғой, жануар ғой. Сол сияқты болып қалмауымыз керекпіз. Біз бұрынғы немен оймен жүруге болмайды. Қазір өзіміздің балаларымызды бұрынғы оймен тәрбиелеуге болмайды. Бұрынғы ойда қалай тәрбиеледік біздер? Былай тәрбиеледік. Балам, сен оқуың керексің. Сосын ол сұрайды, неге? Өйткені сен жақсы оқымасаң, университетке түсе алмайсың. Хорошо. Түсе алмасам не болады? Өйткені сен диплом ала алмайсың. Ал диплом алмасам не болады? Диплом ала алмасаң, сені ешкім жұмысқа алмайды дейді. Көрдіңіз ба? Бұл жерде не әңгіме жатыр?
сенің хозяиның бар деп үйретіп жатырмыз біз. Сенің бір жұмысқа алатын хозяиның бар. Сен соған ертең жұмысқа баруың керексің. Біз уже құлдық санаға үйретіп жатырмыз баламызды. Қазір қалай үйрету керек? Балам, өзіңе қажет білімді ал. Сосын барып жұмыс орындарын ұйымдастыруың керексің. Көрдіңіз бе? Сен анау рабочий класстардың барлығын басын қосып, соларға жұмыс ұйымдастыруың керексің. Сен оларды басқару үшін, сен басқаратындай білімің болу керек деп неге түсіндірмейміз деймін да. Біз постоянно біреудің астына дайындап беріп жатырмыз. Көрдіңіз бе? Мысалы айтайық, тұрмыста қыз баланың тәрбиесі бөлек, ұл баланың тәрбиесі бөлек қой. Біз қыз балаларды қалай тәрбиелейміз? Сен сол жерге барасың, соларды бақытты қыласың, сол күйеуіңнің разылығын аласың, ата енесін сыйлайсың деп айтамыз. Дұрыс па? Ол қызға берілетін. Бірақ еркекке не деп айтамыз? Сен әйел аласың, сен оларды басқарасың, оларға қамқорлық етесің деп басқаша болады. Сондықтан да біз баламызды, қазіргі ұл қыз болса да баламызды, егер мамандыққа келгенде қалай тәрбиелеуіміз керекпіз? Сен басқарушы боласың. Сен адамдарды басқаратындай не болу керек, білім болу керек деп. Солай айту керекпіз. Енді қазір қандай мамандықтарды меңгергендері дұрыс? Жалпы осы карантиннен кейін не істеу керек? Шықты, жұмысқа жарамсыз болып қалса, ол жұмыс орны жабылып қалса, енді қазір көп жаңағы кәсіпкерлерге, жеке кәсіппен айналысатындарға қиын болып жатыр ғой. Сондықтан, мысалы, ертең шарасыз күйде қалмас үшін, жұмыссыз күйде қалмас үшін не істегендері дұрыс? Бұл дағдарыс келе жатыр, бұл 2 жылға созылатын дағдарыс деп айтып жатыр ғой экономистер. Ұзаққа созылады, иә. Енді мен сіздерге айтатын едім, қазірден бастап өзіңіздің сатылымпын деген сөзді миыңыздан алып тастаңыз, сіз енді жеке тұлғасыз негізінде. Енді қараңыз, қызықты қараңыз. Пример айтайын, чтобы түсінікті болу үшін. Мысалға, бұрын сіз бір картошка ашып жүрдіңіз. Біреуге картошка ашып жүрдіңіз. Сізге айлық, мысалы айтайық, 100 мың теңге төледі сізге, чтобы сіз картошканың сыртын ашу үшін. Жақсы. 100 мың теңгені алдыңыз, сіз отырып картошканың сыртын ашып оттыңыз. Сол кезде не ойлап оттыңыз? Тездетіп мына картошка бітсе екен деп ойлап оттыңыз. Бір ай өтсе екен, сосын 100 мың теңгемді алып кетсе екен дедіңіз. Сөйтіп отырдыңызда картошканы қалай ашасыз шешесіз? Қалың қылып ашасыз. Неге? Сізге лишь бы ашу керек оны. Түсінді ме? Енді қазір ешкім сізді картошка ашу үшін ақша төлеп отырғызып қоймайды бұрынғыдай. Неге? Өйткені қазір адамдарға не керек емес, айлық төлейтін адамдар керек емес. Енді сіз не істеймін деген кезде сіз бүйтіп айтуыңыз керексіз. Так, кез келген жерге барып, мен сіздерге картошка ашып беремін. Килограммына төлейсіздер ме? 1 килограмм картошканы ашып беру үшін мен сіздерге осындай маған ақша төлеңіздер деп айтуыңыз керексіз. Сіз сол кезде барасыз да, картошканы аласыз да, не қылып турайсыз, жұқа қылып ашасыз. Не үшін? Өйткені сіз килограммға алып жатсыз қой уже. Көрдіңіз ба? Сіз уже бұрын бастыққа жұмыс істеп жатыр едіңіз, енді өзіңізге жұмыс істеп жатсыз. Енді не айтқым келіп тұр бұдан? Қазірден бастап барлық жұмыс берушілер, бұрынғы компания иелері өздерінің жұмыстарын біреулерге беріп жатыр, аутсорсинг деген нәрсеге беріп жатыр. Қазір бухгалтер ұстамайды. Қазір бухгалтер ұстау болмайды. Офис керек емес оған. Қазір шығындарды азайту үшін оған отдельно офис керек, оған стол керек, оған компьютер керек, оған тоқ керек деген сияқты оны ұстамайды. Енді әр адам үйінде отырып бухгалтерский не жасайды, аутсорсинг алады. Ол бір. Бухгалтер емес. Даже суда заводтың ішіне барып айтуыңызға болады. Мен үйден мына пельменіңіздің котлетін жасап берейін. Мен кеше бір пирожки жасау туралы айтқанмын бір адамға. Өте жақсы. Бұрын адамдар не істейтін еді? Пирожкиді алады, пирожки жасау үшін ұнды алып келеді, оны илейді, оның картошкасын дайындайды, сосын оны орайды, сосын барып қуырады, сосын барып сататын еді ғой. Мен айтамын қазір, давайте, келісіңдер. Сен тек қана ұнын әкеліп беретін адам боласың, сен ұнды илейтін адам боласың, сен тек қана картошка пайда жасайтын адам боласың, сен оны лепить ететін адам боласың, сен қуыратын адам боласың, сен сататын адам боласың. 6 адам жүрмек осы жерде, зато сіздер тек қана бір нәрсені істегендіктен күніне 100 пирожки емес, 1000 пирожки жасауға болады. Ал 1000 пирожкиді сатқан кезде әрқайсының үстінен 50 теңге пайда көретін болсаңыздар, айына 1,5 миллион табасыңдар. Ал 1,5 миллионды 6 адамға бөлсеңдер, жақсы ақша болады негізінде. Сондықтан қазір бірігу керек. Қазіргі заманда бірігу керек. Мен мына кітаптың ішінде жазып кеттім. Жеке өмір сүру мүмкін. Қазір жеке қараңыз, 90-шы жылдары дейді, если хочешь разбогатеть, крутись, вертись деген әңгіме болды дейді. Ал 21 век, если хочешь разбогатеть,
поделись деген нәрсе бар. Қазір бөлісу керек. Қай жағымен бөлісу керек? Өйткені серіктес, партнер деген нәрселер бар ғой. Адамдар не үшін бөліскісі келмейді олармен? Өйткені серіктес деген, партнер деген сөз адамдардың миында долямен бөлісетін адам деген түсінік пайда болғанда, жоқ, партнер, серіктес долямен бөлісетін адам емес, проблемамен бөлісетін адам. Сенің проблемаң бар. Сондықтан да проблемамен бөліс. Көрдіңіз ба? Сол кезде ол ақша табады. Мысалға айтайық, мен мысалға айтайын. Өзімнің бір компаниям болатын болса, менің проблемам бар мысалға айтайық. Мен жақсы жасауым мүмкін, бір өнімді жасауым мүмкін, бірақ сата алмауым мүмкін. Сатайын десем ұялам, сатайын десем сөз айта алмаймын, дауысым дұрыс емес, орысша білмеймін деген сияқты әртүрлі адамдар да болуы мүмкін. Сосын мен айтамын, Айгерім деймін, Айгерім сен сатуды жақсы білесің ғой, маған сатып бересің бе деп айтамын. Айгерім істейді, жақсы, маған бәрібір, маған характеристикасын айтсаң болды. Бірақ маған 20%-ін бересің ба деп айтамын. Берем. Менің 20% проблемамды алсаң, мен 20% долямды берем деп айтамын. Көрдіңіз бе? Сөйтем да сізге берем. Мен уже не істеймін, тек қана соны жасаумен боламын, сізге тек беріп жіберем. Мен уайым болмайды уже. Сіз енді отырып аласыз да, не істейсіз? Соны ары қарай уже сата бересіз. Енді осы жерден шығады. Қазіргі жағдайда 5 жолмен баюға болады. Жазып алыңыздар. Біріншісі мастер жолы дейді. Мастер жолы. Мастер жолы деген сөз, кез келген адам бір нәрсе жасай білуі мүмкін. Бір нәрсені жасау білуі мүмкін. Иә? Жақсы. Ол мастер деген бір нәрсені жасаған үшін алады. Мысалға, маркерді жасаған адам, мысалға, стаканды жасаған адам, стаканды жасаған үшін осыдан өзінің несін алады, долясын алады. Екінші адам бар, сатушы дейді, сатушы жолы. Сатушы жолы, ол еш нәрсе шығармауы мүмкін. Бірақ сатушы ол, сатушы дегеннің несі қандай, қызметі қандай? Күмәнді кетіретін адам, және қажеттіліктерді білетін адам. Мысалға айтайын, Айгерім деймін, Айгерім, мына нәрсені сатасың, мына кітапты айтайын, мына кітапты аласың ба деп айтамын. Бірінші сізде не пайда болады? Құрметті көрермендер, сіздер үшін қазір Жеңіс мырза қайтадан қосылады. Барынша сауатты болсын, барынша біздің қазақтың қыз жігіттері мықты болсын деген мақсатпен жасап отырмыз бұл эфирді. Сауалдарыңызды дайындаңыздар. Қойыңыздар сосын, иә? Ал енді сұрақтарына жауап бастайық беріп, иә? Біздің көрермендердің. Негізі тегін нәрсе болмау керек деп көп тренерлер айтады ғой, тегін нәрсенің құны болмайды деп. Бірақ дегенмен де әзірге ешкім сауал. Осы жерде бір нәрсе тегінге байланысты. Біз тегін нәрсе беруге болмайды анау деп айтқан кезде ар жағында бәрібір халық не нәрсені ойлап тұрады, сол ғой, бұлар өздерінің жаңағы ақталып жатыр деген сияқты. Жоқ, тегін нәрсені беруге болады қай уақытта? Егер адам көзі жетсе, ол адам қадірін біледі. Мысалға, менде бір ученик бар. Ученик өзінің бүкіл ақшасын жинап $1000 төлеп 4 күнге оқуға келді. 4 күн оқыды, мен білдім, ол адамға конкретно ол білімнің қымбат екенін түсініп тұрған адам, ол қаншама ақша тауып қарыздан алып келді. Соның жағдайын түсіндім да мен айттым, келесі бір айда мен сені бесплатно оқытамын сені. Көрдіңіз ба? Просто адамға бесплатно дейтін болсаң, онда бәрі келе береді онда. Керегі да, керек емес да деген сияқты. Адамға тегін істеуге болады. Қай уақытта? Что сен действительно ол адамның білімнің қадірін білетін түсінген кезде. Сәлеметсіз бе дейді. Қазіргі таңда қандай бизнес саласымен айналысуға болады дейді. Енді қазіргі көп сұрайтын нәрсе, бизнес дегенде аутсорсинг қой, аутсорсинг. Мысалға мен айтам, бір лайфхак айтам қазір. Сіз просто былай айтыңыз. Кез келген 5 фирманы алыңыз, 5 фирма, 5 салада, мысалға айтыңыз. Құрылысты алыңыз, кафені алыңыз, тігінді алыңыз, торт жасайтын алыңыз, пельмени, мысалға деп атқан ғой, 5 түрлі сферадағы, саладағы бизнесті алыңыз да, просто жазыңыз. Сосын олардың процесстерін жазыңыз, процесс. Мысалы айтайық, құрылыста қандай процесстер бар? Цемент илейді, кирпич қалайды, терезе салады, өтеді, бүйтеді, көп процесстер біз не істемейді, иә? Екінші сала, мысалға,
магазин, киім сататын магазин мысалға, киім сататын магазин ішіндегі процесстерін бәрін жазыңыз да, сөйтіп барлығын жазыңыз да, қарап отырыңыз да айтыңыз, мынаның ішінде қайсында мен осы жерде болуым мүмкін. Невозможно, адам бір қабілет бар, то что ода екі аяғы екі қол сау болса егер, ода бір қабілет бар, то что осы адам ішінде бір организмде болады. Көрдіңіз ба? Мен осы организмдердің, анау организмге бөліп тастайсың ғой. Сөйтіп, осының ішінде мен қай жерінде бола алам деген нәрсені ойлаңыз да, сол жерге барыңыз. Мысалға айтайын, қарап отырдыңыз да ішінде, опа, мына магазиннің ішіндегі штрих-кодты жабыстыратын адам бола алам мен. Соған барыңыз айтыңыз. Мен именно штрих-код сататын, мен жабыстыратын мен болайыншы, мен осыны жақсы істеймін деп айтыңыз. Енді бұл жерде өзіңіз ғана істеуіңіз керек емес, сіз именно штрих-код жасайтын адамды алып келесіз де, соған жұмысқа орналастырасыз да айтасыз, мен саған 100 000 теңге төлеймін дейсіз де, бірақ ана хозяин айтасыз, маған 150 000 теңге төлейсіз. Бірінші магазин, екінші магазинге тағы адам алып барасыз, сөйтіп. Өзің жұмыс жасамай біреудің уақытын сатып алып істеуге болады. Қазір жұмысқа мұқтаж адамдар көп мысалға. Артында кредит қарызы көп болса, айлықтың 10%-ын қалай жинауға болады дейді. Қараңыз, бұл неде менің қаржы сауаттылықтың схемасында, мен беретін схемада болашақ деген жаңағы қаржы қорғаныс деген нәрсе бар, 10% деген бар. Сосын барып 20% қарыз қайтару деген бар негізі. 20% қарыз қайтару дегенге 20% өзіңнің айлығыңның 20%-ын алып отырасың қарыз қайтаруға. Енді ол біреудің қолынан қарыз болатын болса, біреуден алған, бір адамнан алған қарыз болатын болса, онымен міндетті түрде келісесің. Айтайын ба, неге айтып жатырмын? Қазір адамдар біреуге 3 миллион 5 миллион қарыз болып жүреді да, мүлде бермей қашып жүреді. Ондай болмайды. Қай уақытта сен қашып жүрген сайын, өзіңнің келе жатқан берекетіңді қашыра бересің сен өзің. Өйткені ол біреудің енді сен берейін десең де сенде ондай ақша жоқ. Бірақ сен айына 5 000 теңге болса да беріп тұруың керексің. Не үшін? Чтобы адамның миы түсіну керек, что ты постоянно возвращаешь. Адамның миында стресс неден болады? Істеу керек еді, істей алмай жүр деген нәрседен болады. Көрдіңіз ба? Бағанаға ертеңгісін ұйқыдан ерте тұрғым келді ме, күнде 5 минуттан шегере берші ары қарай. Кез келген нәрседе кішкентайдан нәрсе керек. Главное жасалу керек ол. Чувство, адамның ішіндегі чувство. Бір нәрсені істеп жатсаң, әйтеуір істеп жатырмын ғой дейсің ғой, дұрыс па? Сабақ оқып жатырмын ғой дейді ғой, балалар айтады ғой, бесік оқымаса да. Оқып әйтеуір деп. Ол успокоится, когда оқып жүрген кезде. Сөйтіп солай құтылу керек, қарыздан солай құтылу керек. Нені оқыңыздар. Самый богатый человек Вавилония деген кітап бар. Сода 10 жыл бойы анау Аркад деген кісі жігіт 10 жыл бойы қашады өзінің несінен, қарыздарынан қашып жүреді. Сол кезде айтады, что-то сен құлға ұқсамайсың, сен бір жерден бір нәрседен қашып жүрген сияқтысың десе, иә мен дейді өзімнің қарыздарымнан қашып жүрмін дейді. Сол кезде ол айтады, еш уақытта қарыздан қашуға болмайды дейді. Барда айт, осыларға қайтарамын деп айтады. Ол айтады, олар требует менен бірден қайтаруымды дейді. Сен айт дейді. Міне басымды алып алсаңдар, қарыз вообще қайтарылмайды. Ал көнсеңдер де, көнбесеңдер де мен сендерге айына кішкентайдан беріп тұрамын дейді. Бәрібір көнеді, қазір адамдар бәрібір көнеді. Мысалға маған біреу 2 миллион қарыз болса, ол айтса, мүлде лақтырып кетемін, сен бермеймін. Либо айына 50 000 теңге беріп тұрамын десе, амал жоқ келсем болмайды. Қазіргі жағдайда тем более өзіңіздің қарыздарыңызды осындай узаконить етіп алыңыздар. Еще узаконить еткен кезде қағазға графигін жазып, өзіңіз қолыңыздан графигін жазып, қол қойдырып алыңыздар. Міне, осыған келістік, міне деп қол қойдырып алыңыздар. Түсінікті ма? Өйткені білесіздер ғой, қазір бір-бірін сотқа беріп жатыр адамдар. Сотқа бере алмайтындай жағдай болу керек, чтобы сізге вымогательство болмасын. Сол кезде ойыңыз босайды. Сіздің 990 теңгеге сабағыңызды алсам бола ма дейді. Әлі қосылуға бола ма марафонға? Біздің ана менеджерлерімізге жазыңыздаршы, өйткені білмеймін, кейбіреулер біз менеджерлеріміз кейде айтады, қосыламыз деп айтып, қосылсын ба айтып айтамын. Енді аналарды қарап үлгеретін болса, қосылсын енді деп айтамын. Қарап үлгеретін. Бізде енді бүгін 6-шы күн, не дегенмен. Жаза беріңіз. Декреттегі анаға қандай жұмыс жасауға болады дейді. Декреттегі анаға айтайын, декреттегі ана не үшін жұмыс істегісі келіп тұр? Мен айтар едім әйел адамдарға, егер күйеуі болатын болса, қатты жұмыс істеуге талпынбай қойыңыздар. Өйткені жауапкершілікті өздеріңіздің мойындарыңыздан түсіріңіздерші, уже болды, кухняға қайтыңыздар.
қазіргі уақытта еркек табу керек. Неге еркек жұмыс істемей жатыр? Өйткені сіз барлық ответственностьті өзіңізге алып алғансыз. Бүкіл жүкті өзіңізге алып алғансыз. Сосын еркек не істейді ол жұмыс істеп? Түсінді ма? Еркекті қинау керек. Еркек айту керек. Давай жұмыс істе, давай бүйт деп айту керек. Білім ал деп айту керек оларға. Ал енді еркек қашып кетпей ме? Қашып кетсе қашып кете берсін, не істейді енді ол? Бәрібір өзі, онда сен өзің бәрібір жұмыс істейтін болсаң, не істейсің? Сен еркегіңді тойдырасың ба? Әйел немен айналысу керек? Әйел өзі жақсы көретін істермен айналысу керек, жақсы көретін. Мысалға айтамын, мен әйелім вынужден жұмыс істеп жүрмеген шығарсыз енді. Сіз жақсы көретін болсаңыз істейсіз ғой. Көрдіңіз бе? Сондай жақсы көретін іспен айналысу керек. Ал жақсы көретін іс, ол ісі үшін жақсы көресің. Ал келген ақшасы ол не помешает деген сияқты ғой негізінде. Ал декреттегі отырған әйелдерге онлайнға қараңыздар қазір. Онлайн бизнестер өте көп. Бір нәрсенің маманы болуға болады. Қазір жаңағы SMM дегендер бар, біреудің несін оформлять етіп беру, біреуге сайт жасап беру деген сияқты нәрселерді үйреніп алыңыздар. Узкий специалистерді үйреніп алуға болады. Мен білмеймін деп айтпаңыздар. Баяғыда анау кімнің Абайдың өзі айтқан ғой, Абайға айтады ғой, мына Құранды жаттайын десем тілім келмейді деп айтатын болған ғой біреу. Сонда айтыпты, сенің тілің басқа біреудің тілінен ерекше жаралған ба деп. Сондықтан сіз басқадан ерекше емессіз негізінде. Бәрінің миы жұмыс жасайды. Ондай жоқ, ондай понятие болмасын. Ой, анаған миды берген Алла тағала, бізге бермеген деген болмайды. Миды бәріне де берген. Просто оны жұмыс істете алатын ба, жұмыс істете алмайтын адамдар бар. Онлайн сауданың Қазақстандағы болашағы және орны жайлы сіздің айтар ойыңыз дейді. Онлайн деген нәрсенің барлығы дамиды. Онлайн деген нәрсе